Павлодар облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Абай облысындағы әріптестермен бірлесіп, акцизсіз темекі өнімдерін өткізу арнасының жолын кесу бойынша ауқымды операция жүргізді. 4 желтоқсанда бір мезгілде екі өңірде 3 жүк автокөлігі тоқтатылды. Оларды тексеру кезінде акцизсіз жалпы саны 2 миллион бумадан астам түрлі маркалы темекі табылды. Ал жүк көліктерінің жүргізушілері сантехниканы тасымалдауға арналған құжаттарды көрсеткен. Аталған облыстардың мемлекеттік кірістер департаменттерінің мамандары темекі өнімдерінің нарықтық құнын анықтады. Ол 3 миллион ақш долларынан немесе 1,5 миллиард теңгеден асады. Жиналған материалдар экономикалық тергеп тексеру қызметінің өңірлік департаменттеріне берілді. Бұл факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 214 бабымен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.